Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, үлпілдек, әрі үйде бар қарапайым заттардан ғана жасалынатын, жасау жолы оп-оңай осындай булочкалар дайындайтын боламыз. Бұл булочкалардың дәміне енді сөз жоқ. Сіздерге міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі бір жасағаннан ақ күшті шығатын болады. Ендеше біз булочкаларымызды дайындап бастайық. Жылы сүтке ерітілген сары май құямын. Сары май қатты ыстық болмау керек, жылы болған дұрыс. Және бір жұмыртқа саламын, қант себемін, құрғақ ашытқыны саламын. Барлығының мөлшерін видеоның описаниесіне жазып кететін боламын. Тұз себемін және барлығын венчикпен жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламын. Неке біздің массамыз осылай біркелкі болуы керек. Енді осы массаға алдын ала електен өткізіп өлшеп қойған ұнды саламын. Бірінші жарты бөлігін салып қолмен жақсылап араластырып алдым. Әрі қарай қалған бөлігін салып осындай жұмсақ қамыр жасадым. Дайын болған қамырдың үстіне сұйық май құйып, қамырымды тағы да 1-2 рет басып, бетін жауып, жылы жерге толықтай көтерілгенше шамамен 1,5-1 сағатқа қойып қоятын боламын. Қосатын ұнның да мөлшерін видеоның астына жазып кететін боламын. Міндетті түрде сол мөлшер бойынша дайындағандарыңыз дұрыс. Мінекей менде 1 сағаттың ішінде қамырым осылай көтерілді. Енді қамырымды алып бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Яғни біз қамырымызды жұп-жұппен бөлеміз. Бізден 3 дана үлкен булочкалар шығады. Бізге бір булочка дайындау үшін осындай 3 дана қамыр керек болады. Осы әрбір қамырды қолымызбен созатын боламыз. Тым қатты жіңішке не жуан болып кетпегенде дұрыс. Үшеуінде дәл осылай созып дайындап аламыз. Енді бастарын біріктіреміз. Әрі қарай тура шаш өрген секілді біз қамырларымызды әдемілеп өретін боламыз. Біз бұл булочкаларды дайындау барысында ешқандай да ұн сеппейміз. Ұнды барынша сеппегеніңіз дұрыс болады. Сонда сіздің булочкаларыңыз мамықтай жұмсақ болып шығады. Булочкалардың қамырын дайындау барысында біз қамырға ерітілген сары май қостық, одан сұйық май жақтық. Сондықтан да сіздің булочкаларыңыздың қамыры онсызда бір-біріне жабыспай жақсы тұратын болады. Екінші, үшінші булочкаларды де дәл жаңағындай етіп дайындаймын. Дайын болған булочкаларды противенге салып, бетін орамалмен жауып, тағы бір 15 минутқа қойып қоямын. Сонда булочкаларыңыз тағы да бір көтерілетін болады. Енді бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, жақсылап шаншқымен араластырып жіберемін. Қазір осыны булочкалардың бетіне жағатын боламын. Мінекей менің булочкаларым 15 минуттай тұрды. Бетіне енді жұмыртқаның сарысы мен сүтті жағамын және мак себемін. Мак өте әдемі бір дәм береді. Оған қоса біздің булочкаларымызға әдемілік те беретін болады. Міндетті түрде алдын ала пешті қыздырамыз. Қызып тұрған пеште булочкаларымыз қызарғанша шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Булочкаларымыздың дайын болған соң бетіне жағуға сироп дайындаймыз. Жарты күрешкеден төмен ыстық суға мен 5 ас қасық қант салдым. Міндетті түрде судың көлемінен қанттың көлемі көбірек болғаны дұрыс. Сонда сіздің сиробыңыз жақсы шығатын болады. Пештің асты менде ең қатты қызуда тұр. Қантым ерігенше жақсылап араластырамын. Осылай біздің сиробымыз қайнай бастаған кезде пештің астының қызуын баяулатамын. Шамамен сол пештің баяу қызуында 5 минуттай сиробымды араластыра отырып ұстайтын боламын. Әрі қарай дайын болған булочкалардың бетіне осы сиропты жақсылап жағып шығатын боламын. Бұл сироп біздің булочкаларымызды жылтыратып қана қоймай, өте бір тәтті дәм беретін болады біздің булочкаларға. Немесе басқа да түрлі булочкаларға дәл осы сиропты дайындап бетіне жағып қойсаңыз, жылтырап осылай әдемі әрі дәмді болып тұратын болады. Осымен біздің булочкаларымыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі бұл нағыз бір жасағаннан ақ мінсіз шығатын булочканың рецебі. Және достар, қазақша контентті қолдап, видеома аса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі тәтті рецептермен сіздерді қуантатын боламын. Ас болсын.